Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет бюджетті креміне ешқандай творожный сырмен сливкиді қажет етпейтін шоколадты бисквиттен тұратын торт дайындайтын боламыз. Менің арнамнан осындай керемет торттар мен тәттілердің, тағамдардың рецептерін табасыздар. Сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Тортты дайындау үшін ең алдымен жұмыртқаның ағын жақсылап тұрып 2-3 минут осылай блендерлеп аламыз. Осындай ақ көпіршік пайда болғанда жай-жайдан қантымызды қоса отырып, әрі қарай миксерлейміз. Осындай біркелкі масса пайда болу қажет. Кейін оны бөлек қойып, жұмыртқаның сарысын миксерлейтін боламыз. Яғни бөлек ыдысқа ол ағарғанша миксерлеп аламыз. Міне видеодағыдай етіп ағаруы қажет. Кейін осы екі массаны бір-бірімен қосамыз. Яғни жаңағы жұмыртқаның ағы мен жұмыртқаның сарысын бірге қосамыз. Қосқан кезде қатты емес, жай ғана қасықпен, яғни осындай лопаткамен астынан үстіне қарай араластыру қажет. Яғни біркелкі масса пайда болғанша барлығын араластырып аламыз. Кейін осы араластырып алған массамызға електен өткізе отырып ұнымызды, берілген мөлшердегі ұнымызды және де разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды, сонымен қатар какаомызды қосып, барлығын бірге қосып аламыз және де жаңағындай қимылмен ұнымызды, яғни құрғақ ингредиентімізді араластырамыз, яғни астынан үстіне қарай. Осындай біркелкі масса пайда болу қажет. Осы массамызды біз ыдысымызға құйып, алдын ала дайындап қойған ыдысымызға құйып, алдын ала қыздырылып тұрған 180 градуста қыздырылып тұрған пешімізде 35 минут, 40 минут пісіріп аласыздар. Ол піскенше кремімізді дайындайтын болсақ, жұмыртқамызға қантымызды, жүгері крахмалын қосып жақсылап біркелкі айналдырып аламыз және де осыған сүтімізді қосып тағы да бір айналдырып отқа қойып қоямыз. Яғни қоюланғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы қоюлана бастауы қажет. Осындай сосын кейін бір қайнатып аласыздар. Қоюланғаннан кейін үнемі араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Осылай бір құйтып қайнатқызып алғаннан кейін астын өшіріп салқындатуға қойып қоясыздар. Кейін оны осылай маймен жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Майды, ең алғашқы майды, сосын кейін жаңағы массамызды бөліктерге бөле отырып қосып, маймен араластырып аласыз. Яғни барлығын бірге емес, бөліктерге бөле отырып араластырып алғаннан кейін кремімізді жарты сағатқа холодильникке қойып қоясыздар. Ал біздің піскен бисквитімізді әбден суығанша ыдысымыздан алмаймыз, суығаннан кейін ғана алып, осындай 3 бөлікке бөлесіздер. Сосын кейін тортымызды жинасақ, жинағанымыздан бұрын біз тортымызға ең алдымен сүттен пропитка жасап аласыздар. Одан кейін кремімізді құямыз. Кремді 2 бөлікке бөлесіздер, яғни ең бірінші бөлігіне осылай кремді бірінші бисквиттің үстіне жағып шығасыздар, бірінші бөлікті. Кейін үстіне осылай бисквитімізді қойып, пропиткамызды жағып, қалған екінші бөлік кремімізді жағып шығасыздар. Кейін үстіне келесі үшінші бисквитімізді қоямыз да, оның бетіне қалған қалдық 3 ас қасықтай крем алып қаламыз. Сол 3 ас қасықтай кремімізді жағып, тоңазытқышқа кремін сіңдіруге 3-4 сағатқа қойып қоясыздар. Міне осындай болып кремі сіңіп, өте әдемі болып тұрады. Бетін әрлесек, бетін әрлеуге мен ганаш қолдандым. Ганашқа 100 грамм шоколад пен сары майды ертіп қойдым. Осындай етіп бетін ганашпен әдемілеп шықтым. Міне тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, өте тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.